Мен бүгін сіздерге сат компаниясының окси чайы туралы айтқым келіп отыр. Егер де суық тиіп, мұрныңыздан су ағып, жөтел болып, инфекция болып, тыныс алуыңыз нашарласа, осы окси чайды сіздерге ұсынамыз. Бұның құрамындағы мия тамыры тыныс алу жолдарын тазартып, қақырықты жеңіл түсіреді. Екінші, бұның ішінде қалампыр, гвоздика бар. Гвоздика инфекция, вирустарға қарсы. Үшінші, бұның ішінде лимонның қабығы көп, ол С витаминіне бай, эфирный майларға, иммунитетті көтеруге жақсы. Үшіншіден, бұның құрамында итмұрын шиповник бар. Шиповник С витаминдерінің қайнар көзі болып табылады. Бұл жөтелде, мұрнынан су аққан кезде вирус инфекцияға қарсы жақсы көмек береді. Сосын бұның ішінде жасыл улун чайы бар. Ол өте пайдалы, организмдегі бос радикалдарды шығаруға көмек береді. Сосын бұның ішінде еще жаңағы не бар, сұңғыла бар. Сұңғыла барлық осы құрамындағы мия тамырының, гвоздиканың, жаңағы шиповниктің, қалампырдың, улун чайының емдік қасиеттерін күшейтіп, адам ауырған кезде әлсірейді ғой, сол әлсіреген кезде сізге күш сыйлайды. Кішкентай балдар жөтелген кезде, кішкентай балдарды тұмауратып, температурасы көтеріп тұрса, осы шайды ақшылдау қылып беруге болады. Бұның құрамында жаңағы ішінде 20 пирамидка бар, 3100 тұрады. Бұны жөтеліп келген кезде, кешкісін тұмауратып келген кезде, кешкісін бір пакетигін алып емдеп ішіп алсаңыз, таңертеңгісін жақсарып қаласыз.